Қазақстандағы тіл саясаты әлемдік қауымдастыққа интеграцияның жолы. Тәуелсіздік жылдарында қазақстандық қауымдастықта қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруге бағытталған үш тілділік саясаты жүргізілуде. Риддерде оған негіз салатын тілдерді оқыту орталығы. Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдық даму уақыты өтті, әрі оның басты жетістігі халықтардың тілдік байлықтарының сақталуы. Қазақстанда тіл саясатына айрықша назар аударылады. Тілдердің дамуына мемлекеттік деңгейде қолдау көрсетіледі. Мәселен, Риддерде тілдерді оқыту орталығы 2007 жылы ашылған. Оның миссиясы мемлекеттік және өзге тілдерді меңгеруге жағдай жасау. Орталықта қазақ, орыс, ағылшын тілдерін оқытады. Тыңдаушылары мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері, ұйымдар мен кәсіпорындардың жұмысшылары және тұрғындардың басқа топтары. Оқыту орталығы мемлекеттік тілдің саласын кеңейту бойынша жұмыс істейді. Мамандар деректемелер мен көрнекі ақпараттың тіл заңнамасының талаптарымен сәйкес рәсімделуіне әдістемелік көмек көрсетеді. Орталық қала аумағында осы маңызды іспен айналысатын еріктілердің тіл қорғандары Риддер тобын құру бастамашысы. Онан басқа, орталық қызметкерлері тұрғындар арасында үш тілділік идеясын тарату үшін сайыстар мен фестивальдар өткізеді. Риддерлік тілдерді оқыту орталығы Шығыс Қазақстан аумағындағы үздік лингвистикалық орталықтардың бірі болып саналады. Центр был создан в 2007 году. За 15 лет... Қазтест жүйесі бойынша, сертификаттау нәтижесі бойынша біздің орталық облыс орталықтарының үздік үштігіне кіреді. Тест тапсырушылардың орташа білім сапасы 83%-ді құрайды. 2007 жылдан бері орталықта 5279 тыңдаушы оқытылды. Олардың ішінде 4040 тыңдаушы мемлекеттік тілдің курсы бойынша, ағылшын тілі курсы бойынша 883 тыңдаушы, орыс тілінің курсы бойынша 236 тыңдаушы. 2013 жылдан бері ол қандастар үшін жүргізіліп келеді. Латын жазуы курсы бойынша қазақ тілінің тасушылары үшін 120 тыңдаушы. Қазір курстар алфавитке өзгертулер ендірілуге байланысты тоқтатылған. Облыстың жоғары оқу орындарымен бірлескен қызметтің ғылыми әдістемелік алаңы 2019 жылы алғашқы жемісін берді. Орталық қызметкерлері латын жазуын оқыту жөніндегі оқыту құралдарының авторлары болды. Қазіргі таңда материалдар жаңа алфавитке сай келтірілген. Биыл Риддерлік тілдерді оқыту орталығының авторлық жұмыстары республикалық семинарда таныстырылып, тіл қазына ғылыми тәжірибелік орталығының мамандарының және астаналық жоғары оқу орындары мен Шығыс Қазақстан облысының орталықтарының жоғары бағаларын алды.